Қазақ-Қытай шекарасындағы алып қақпада күзет күшейтіліп еді. Қарасу шекара өткізу пунктінде аласапыран басталды. Экономикалық қауіпсіздікке жауапты қызметтің қаһарына кімдер ілікті? Кәсіпкерлерге қай жерде болса да аз төлемақы төлеуіміз келеді ғой. Көлеңкелі кәсіптің көлеңкесіндегі құдіреттілерге тықыр таяды. Астана бір ақпараттық жүйесі контрабандалық тауар тасудың құйтырқы әдістерін әшкере етуде. Бағдарламаны бұрмалау мүмкін бе? Делдалдар неге даурыған? Қытайдан келетін тауарлардың маңайында өздерінің бұрынғы үлкен табыстарынан айырылып жатыр. Жемқорлық пен көлеңкелі бизнес ұлттық экономиканың жолына түскен құрт. Оны улап құрту тапсырылды. Кәсіп көлеңкеден шығып, салығын төлесе ұтады. Ал жасырын қалғандары уайым жұтады. Таңдау сізде. Елімізде көлеңкелі экономиканың үлесі ішкі жалпы өнімнің 25%-ін құрайды. Нақты ақшаға салып есептегенде бұл 14 триллион теңгеге жуық қаражат. Заңсыз табыстан тиындап емес, миллиардтап пайда тапқандардың кесірінен қазына салықтан қағылып, керісінше тасадағылардың қалтасы қалыңдауда. Бюджеттің салықтан құралатынын ескерсек, көлеңкедегі қаскөйлердің кесірінен қазына зардап шегуде. Демек, көлеңкедегі кәсіп көлеңкеден шықса, елімізде баспана, жол, ауыз су тапшылығы шешілер еді. Бизнеске барынша қамқорлық жасап келген елбасы жауапты мекемелерге салық саясатын жетілдіру арқылы көлеңкелі экономика үлесін 3 жылда 40%-ке қысқартуды тапсырды. Ұлы жібек жолын жаңғырту ғаламдық экономиканы тығырықтан шығарары сөзсіз. Ал аталмыш жобаны жүзеге асыруға Нұрлы жол бағдарламасы дайын инфрақұрылым болды. Себебі Еуропаға баратын жол Қазақстан арқылы өтеді. Яғни Қорғас Шығыс қақпасының стратегиялық әрі тарихи маңызы бар. Нұр жолы Орталық Азиядағы негізгі көлік хабы, Еуропа мен Азия арасындағы алтын көпір саналады. Көрші елден бізге халық тұтынатын зат пен құрылыс материалдары импортталады. Ал біздің елден көп жағдайда азық-түлік экспортталады. Через таможенный пост Нұржолы проследование. Нұржолы кеден бекеті былтыр 27 қыркүйекте ашылды. Содан бері 32 мың көлік, 2 мыңнан аса автобус өтті. Бюджетке кедендік алымдар мен салықтан 10,8 миллиард теңге түсті. Сыртқы экономикаға қатысушылар бекеттегі ақылды жүйеден айлаларын асыра алмайтындарын ұқты. Көлікке не тиелгені, саны, салмағы, түсі қандай бәрін көріп отырмыз. Сондықтан кәсіпкерлер Қытай Халық Республикасынан тауарларын заң аясында декларациялауға талпынады. Бұл көлеңкелі экономиканың үлесін азайтары анық. Потому что они знают, что Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында бар процесс автоматтандырылған. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға жағдай жасалған. Сауда айналымын жетілдіру жолында кедендік бақылау мен рәсімдеу функциялары еш кедергісіз жүргізіледі. Электронды жүйе шекарадан өтетін тауарлар мен көлік қозғалысын жеделдетіп, құжаттар санын азайтты. Қазір бұнда адам мен адам кездеспейді. Демек, жемқорлық жоқ. Ақылды жүйе құжаты дұрыс рәсімделгендердің жолын бөгемейді. Основная работа оператора является контроль транспортных средств. Кедендік бақылау өткізу аумағында 560 бейне бақылау камерасы орнатылған. Көліктің қозғалысы, жүктің сипаттамасы ақпараттық жүйе арқылы арнайы базаға жинақталып өңделеді. Ал біз операторлар территорияға кірген көліктерді қадағалаймыз. Тіркеуден өткен көлік рентген аумағына өтеді. Бар ақпарат оператордың талдауына өтеді. Егер күдік тудыратын жағдай болмаса, мөр басылады. Көліктің салмағы, техникалық ахуалы, айыппұл бар жоғы түгел сараланады. Егер кілтипан анықталмаса, шлагбаум автоматты түрде ашылады. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың кедендік декларациясы тәуекел категориясына байланысты 3 түрлі дәлізге бөлінеді. Импорт өтетін дәліздерді кеден қызметкер емес, тәуекелді басқару жүйесі автоматты түрде айқындайды. Тауардың құрылымына байланысты кедендік құнды нақтылау, сараптама жасау сынды қосымша тексеру қажет болса, ақылды жүйе өзі ескертеді. Айтбай ағамыз қуатты көршімізден тауар тасымалдаудың қыр-сырын жетік біледі. Бірнеше жыл өзгеге жалданып жүргізуші болған. Қазір серіктестіктің жетекшісі. Жалған құжат шекарада шатақ болады деген азамат
қара базарды балалар ойыншығымен қамтамасыз етіп отыр. Бұл жолы оған тиесілі 4 көліктің біреуі ғана жасыл дәліз арқылы кеденнен еш кедергісіз өтіп кетті. Ал қалған тауарды электронды жүйе қызыл дәлізге жөнелтті. Демек заттың салмағы, саны, бағасына қатысты дерек бұрмаланған. Заттың құны или салмағын дұрыс көрсете алмай қалады. Сол жағдай. Сол жағдайда жаңа тексереді қазір. Сол жаңа дұрысын весаға салады, весадан артық болып бараса, сен КТС төлетеді. Қалған суманы көрсетіп төлейміз. Ол жаңағы адымға кетпейді, адым. Жаңа параметр штабымен төлейді. Қытай жағынан ол баяғыдан солға Қытайды не аламадық қой, қағазын дұрыс атамадық қой. Оны біз өзіміз жасауға болмайды, Қытайдан инвойс келеді. Жол арқылы қандай да бір контрабанданы өткізу мүмкін бе? Мүмкін емес. Рентген бар, строго. Рентгенмен көреді бәрін. Бұл жерде инедей зат көрінеді бәрі. Мүмкін емес бәрі. Таза. Кеденде бақылау мен рәсімдеудің бар процесі автоматты түрде тәуекелді басқару циклына көшке. Бұл бүкіл әлемдік сауда ұйымы мен бүкіл дүниежүзілік кеден ұйымының талаптары. Ал электронды декларациялау сол тәуекелді басқару жүйесін автоматты түрде жүзеге асыратын механизм. Қазақстан бүгінде осы екі халықаралық ұйымның мүшесі екені белгілі. Территория пункта пропуска составляет 25 гектар. Нұр жолы өткізу пунктінің территориясы 25 гектар, ал көліктік логистикалық орталықтың аумағы 23 гектар. Бұл болашақта қосымша жүк сақтау қоймаларын салуға мүмкіндік бар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған нысанның құрылысына 70 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінде орналасқан бұл өткелдің күніне 2500 автокөлік өткізе алатын әлеуеті бар. Болашақта бұл көрсеткіш 2 есеге дейін артады. Бұл елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азиядағы ең заманауи, әзірге теңдесі жоқ мега жобасы. Бір белдеу бір жол жобасын құру туралы идеяны Астанаға сапармен келіп, Назарбаев университетінде дәріс оқыған Қытай төрағасы ұсынған еді. Жоба екі бағыттан тұрады. Бірі құрлық арқылы экономикалық белдеу құру, екіншісі 21 ғасырдағы теңіз жібек жолы, сауда мен инфрақұрылым дамиды деген жойқын жоспарда. Мүдделі елдер талай рет жиналып таразылады. Көп ұзамай инвестициялық және іскерлік ынтымақтастықты күшейтеді деген құжатқа қол қойылды. Себебі экономикалық саясаттан ұтпаса, ешкімнің ұтылмасы анық. Ал жанданған ұлы жібек жолы әлемдегі саяси алауыздық, экономикалық санкциялар мен гуманитарлық дағдарыстарға уақытында берілген жауап. Әлем 21 ғасыр Азияның өрлеу дәуірі екенін мойындайды. Ұлы жібек жолы Азия мен Еуропаны байланыстыратын сауда бағыттарының бірі. Тарихы біздің дәуірімізге дейінгі 138 жылдан басталады. Қытай императорларының бірі сауда-саттық жағрафиясын кеңейту мақсатында батысқа арнайы дипломатиялық керуен аттандырған деген дерек бар. Уақыт өте келе бұл дәліздің маңызы артты. Бір ғана мысал, Қытай Халық Республикасындағы Ляньюнган портынан шыққан тауар теңіз арқылы Еуропаға 55-60 күнде, ал Қазақстан арқылы 9-14 күнде жетеді. Нұр жолыда жүк көліктері кезек күтіп кептеліп тұрмай. Өйткені мұнда көліктердің санатына қарай өз жолы бар. Шекарадан өту уақыты 20-30 минут. Импортталатын тауарларға байланысты Астана бір автоматтандырылған электронды жүйесі енгізілді. Мысалы, сыртқы қызметке қатысушылар мысалы қазір шекараға келіп, өздері шаршап шалдығып ешқандай неше, оны мысалы Алматы, Астанада болсын, кез келген Алматыда болсын, Қазақстан кез келген қаласынан Қытайда мысалы тауар алып өтетін жағдай болатын болса, шетелден өзінің офисінде отырып, мекемесінде отырып декларация жасап, электронды жіберіледі бізде мысалы. Бұл өте тиімді. Егер алып кеткен жүк мысалы саудалық айналымда жасыл дәлізге түсетін болса, ешқандай кедергісіз өте береді. Және де белгілі құжаттардың тізімі бәрі нақтыланған, бұл жерде артық құжат ешкім сұрай алмайды мысалы. Электронды декларациялау бірыңғай технологиялық платформа шеңберінде барлық процесстерді интеграциялаудың мүмкіндігі, ақпараттық талдау, мониторинг жасауды жеңілдетті. Кедендік құжаттарды бір жүйеге түсірді. Тәуекелді басқару мен пост-аудит жұмысын дамытуға ықпалы зор. Кедендік төлемдерді өндіру мен есепке алу жұмыстарында автоматты түрде жүзеге асырады. Бастысы, тауардың тиісті рұқсатты құжаттары бойынша тарифтік емес бақылау шеңберінде басқа да бақылаушы органдармен байланыс шараларын бірыңғай база бойынша автоматты түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беріп отыр. Осы жоба іске асырылғаннан күннен бастап 1 миллионнан астам
кедендік декларация электрондық түрде тапсырылған болатын. Сол 1 миллионның ішінен 80% негізінде ол автоматты түрде өтіп, негізінде жасыл коридормен өтті деп айтуға болады. Шалғайдағы шекараның бұл аумағы 5-6 жыл бұрын борпылдақ құмды төбе болып жататын. Желмен жөңкіле көшкен қаңбақ қана кездесетіне. Ал қазір сол құмның ортасында арнайы экономикалық аймақ пайда болды. Жай ғана сауда-саттық орталық емес, Барыс пен Айдахар арасындағы стратегиялық өткел бұл. Шекара маңындағы елді мекендердің бойына қан жүгірткен жоба 2011 жылы үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында елбасы жарлығымен құрылды. Инвестиция, логистика, транзиттің негізгі күші осында. Бұл жұмыста үлкен жүйелілік, үлкен жетістіктер бар. Олай дейтін себебім, үстіміздегі жылдың 1-ші тоқсанында кедендік төлемдер 1 миллиард 300 миллион теңгеге көтерілді. Бұл дегеніңіз өткен жылдың 1-ші тоқсанымен салыстырғанда 900 миллион теңгеге көп. Яғни 235% артып отыр. Елбасының алға қойған тапсырмалары бойынша автоматтық жүйеге көштік қазір. Мысалы, электрондық декларациялау. Бұл деген бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы, бүкіл дүниежүзілік кеден ұйымының негізгі талабы. Сондықтан да бүкіл жұмыс процесі бізде автоматтандырылған. Жарты жыл бұрын бұнда Нұр жолы қақпасы іске қосылып, кейбір кәсіпкерлер Қытай-Қырғыз шекарасына қарай ойысты. Себебі соңғы үлгідегі интеллектуалды жүйемен жабдықталған кеден бекеті арқылы контрабанда өткізу мүмкін емес. Күзет мықты. Жалпы қазір контрабанданы кәсіп еткендерді қайда қашса да қорқыттың көрі күтіп тұр. Себебі елдегі ұры өткелдерге тор құрылып, кеден бекеттері озық технологиямен жабдықталуда. Талап бар жерде тәртіп бар. У кого-то документы не в порядке, проверяют, потом назад возвращают, а время-то идет. Бұл осыдан бір апта бұрынғы көрініс. Қарасу бақылау өткізу бекетінде біздің елдің территориясына кірмей, бірнеше көлік шекара маңында тәулік бойы қаңтарылып тұрды. Алғашқы кезек туындағаннан бастап Қырғызстан тарапына ресми мәлімдеме беріліп, бұлардың сол ілеспе құжаттарын сәйкестендіру. Бұл жерде сол жүк тасымалдаушылардың көлік жүргізушілердің емес, сол жаңағы тауардың иелерінің құжатқа салғырт қарағандығының нәтижесінде олар тез арада өздерінің құжаттарын ретке келтірді. Егер көлікте 100 коробка жаңағы аяқ киім болатын болса, ілеспе құжаттарда 100 коробка аяқ киімбеген олар кедергісіз өтіп жатты. Құжатта мына көліктерге тиелген жүк Қырғызстанда дайындалған деп көрсетілген. Бірақ шын мәнінде Қытайдың халық тұтынатын тауарлары болып шықты. Бұған қоса ұзын сонар кептелістің арнайы ұйымдастырылғаны анықталды. Себебі көп көлік бос болып шықты. Осылайша жалған құжат жасағандар біздің кеденшілерге қыр көрсетпек болған сыңайлы. Мемлекеттік кірістер комитеті де қарап қалмады. Шиеленістің алдын алып, бұл контрабандамен күрес екенін түсіндірді. Қырғызстаннан где-то бір неделядай тұрдық қой. Неделя еще 5 дней. Там очередь, толпа очередь там. Вообще, бұяқтан келдік, Қазақстанға бұяққа кірдік. Кіргенден келе сразу 20 минут процедура полный өтті. Заң бойынша Қырғызстаннан біздің елге тауар әкелгендер міндетті түрде қосымша құн салығын төлеуі тиіс. Бірақ кәсіпкерлер ақша үнемдеп салықтан жалтару мақсатында түрлі айлаға барады. Мысалға, жүк транзиттік діттеген жеріміз Ресей Федерациясы деп көрсетеді. Бірақ көп жағдайда сол тауар шекараға жетпей біздің елдің территориясында қалып қояды. Ал қара базарға түсіп кеткен жүкті іздеп табу шөптің арасынан ине іздегенмен тең. Қытай мен Қырғызстан арасында сауда, екі ел саудасында 7 миллиард, 9 миллиард долларға айырмашылығы бар. Кәсіпорындар қазір қиындыққа байланысты жанында мысалы өз өнімін шығарады, оны 10-15%-ын есепсіз шығарады, қосымша. Оны параллельный экономика дегенде. Ондайдың нелер бар. Енді бір жағынан көлеңкенің формасы. Көлеңкелі экономика бұл әлемнің барлық мемлекеттерінде бар құбылыс деп айтсақ болады. Яғни ол кез келген елде бар, ол кез келген елдің мәселесі. Ол яғни табысты жасыру, немесе рұқсат етілмеген қызмет түрлерімен айналысу, яғни табысты салық салудан жасыру негізгі мақсаттарының бірі. Қазір жағдай түбегейлі өзгерген. Алматы билігі заманауи сауда нысандарын тұрғызып, шаһар көркіне нұқсан келтірген қисық құрылысты құлатты. Саудагерлер жазда салқын, қыста жылы ғимараттарға көшті. Көшедегі қозғалысқа кедергісін тигізбейтін арнайы көлік тұрақтары бар.
Бұл сауда орындарын модернизациялау шарасының жемісі. Алматы қаласы әрине ірі мегаполис елімізде. Сонымен қатар республика бюджетін донор болып есептеледі. Былтырғы жылмен салыстырған кезде 2019 жыл бойынша 8 жыл қорытынды жыл бойынша бюджетқа 1 триллион 891 миллиард теңге қамтамасыз еттік. Ол 2017 мен салыстырған кезде 200 миллиардтың артығын орындадық. 2025 жылға дейін біз 40%-дай көлеңкелі экономика айналымынан біз шығаруымыз керек. Сонымен қатар осы жолдауды орындау мақсатында Алматы қаласы әкімінің үлкен жоспар бекітілген. Жойқын жоспардың алғашқы сатысы онлайн бақылау кассалары. Салық төлеушілер барлығы 633 қызмет түріне, оның ішінде биыл 1 сәуірден бастап 323 қызмет түріне, 1 шілдеден бастап 86 қызмет түріне, 1 қазаннан бастап 224 қызмет бойынша бақылау кассалары онлайн жүйеге көшеді. Онлайн бақылау касса машиналарын енгізу мерзімдерін ауыстыру, яғни бұрынғы заңға сәйкес 2024 жылы жаппай көшетін болсақ, жаңа заңға сәйкес 2020 жылдан бастап жаппай онлайн бақылау касса машиналарына көшетін боламыз. Арнаулы салық режимдеріне қатысты патент және оңайлатылған декларация режимдері бойынша салық төлеушілер салық мөлшерін 60 000 теңгеден азайта алады, яғни жаңа онлайн бақылау касса машинасын сатып алатын болса. Қазір республика бойынша дәл осы мегаполисте мобильді кеңсе пилоттық жобасы жүзеге асуда. Департамент қызметкерлері базар әкімшілігі мен саудагерлерге жан-жақты ақпарат беруде. Перизаттың кәсіппен айналысқанына көп болды. Бауырларымен Қытай Халық Республикасынан тапсырыспен жиһаз алдыртып сатады. Сапасы жақсы, бағасы қолжетімді. Салығында кешіктірмей төлеп отыр. Ол онлайн бақылау кассасын базарда бірінші болып орнатқандардың бірі. Заңсыз табыста береке болмайды деген ұстанымда. Біздің істеп жүргенімізге 20 жылдай уақыт болды. Енді біз кассовый аппарат онлайнға өтті дегенде ешқандай қарсылығымыз болған жоқ. Ол біріншіден өзіміз үшін жақсы, өйткені біз салықты төлесек, ол біздің экономикамызды нығайтады. Онан кейін ертең ол салық төлеген ақшаға мысалға мектептер салынса, оған өзіміздің баламыз барады дегендей, ондай біз қарсылығымыз жоқ. Алматыда 287 мың салық төлеуші бар. Оның 123 мыңы заңды тұлға. Бизнесті цифрландыру кассалық аппараттарды ауыстырудан басталды. Онлайн режимде жұмыс істейтін кассалық аппарат арқылы өтетін барлық операцияларды мемлекеттік кірістер департаменті дәл уақытында көріп отырады. Онлайн аппаратты оңай орнатудың жолын бизнеске банк ұсынып отыр. Бүгінгі таңда 100% тіркелді. Осы мобильный офисті қойды. Бұл мобильный офис арқылы Қазпочта арқылы салықтар төлеуге мүмкіндік бар. Енді бәрі ыңғайлы. Басты мақсатымыз тек қана тексеру емес, әрине қолдау көрсету. Біраз салық төлеушінің шағымда түскен болатын, себебі бірыңғай ставкалар бойынша, бильярд үстелі бар, ойын жолы бар, мысалы, персоналдық компьютерлер бар, арнайы. Олардың ставкалары Алматы қаласы бойынша ең жоғары. Солардың бірлесіп отырып, жаңағы маслихат бірлесіп отырып, солардың шағымдарын қарастырып, осы жақында ғана маслихатта қаралды. Орташа айтқан кезде 40%-ға жаңағы ставкалар азайды, бірыңғай ставкалар. Мен ойлаймын, осы ставканың азайған арқасында көлеңкеде жүрген жаңағы кәсіпкерлеріміз уже тіркеледі. Бақыланбайтын экономика екі бағытқа бөлінеді. Біріншісі тауарлар өндіру, екіншісі қызметтер көрсету. Тауарлар өндіруге ауыл шаруашылығы, кен өндіру мен өңдеу өнеркәсіптері, электрмен және сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, сондай-ақ құрылыс салалары жатады. Ал қызмет көрсетуге көтерме және бөлшек сауда, көлік пен қоймалау, тұру мен тамақтану, ақпарат және байланыс, қаржы және сақтандыру, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету, мемлекеттік басқару және қорғаныс, білім беру, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызметтер, өнер, ойын-сауық және демалыс, үй қызметшілерін жалдау және үй шаруашылығы сынды қызмет түрлері кіреді. Еуразиялық экономикалық одақ аясында сауда-саттық айналымы артты. Қазақ-Қытай шекарасындағы алып қақпада контрабандалық тауардың тасымалы тоқтады. Ақпаратты бұрмалап, салықтан жалтаруға жол бермеу мақсатында электронды декларацияға көштік. Наннан айырылған делдалдар жүйеде жүйе жоқ деп табалауға көшті. Бірақ қолдарында нақты факт жоқ, жалаң ұран ғана. Қосымша құжатпен келіп, немесе өздерінің
бағаларын немесе тауардың классификациясын қорғау үшін бір 10-15% пайыз ғана брокерлер келеді бізге. Қалғандардың бәрі тек қана электронды түрде виртуалды қарым-қатынасты өтеді. Жаңа программа болғаннан кейін бұның әрі қарай жетілдіретін тұстары кемшіліктері болуы мүмкін. О жағынан жұмыс жасалынып жатыр. Как было раньше, Кезі келген дүниеге салыстырмалы түрде баға беру керек. Қазір апта ортасы және жұмыс уақыты. Бірақ кедендік рәсімдеу орталығында құжат арқалаған адам жоқ. Есесіне тәртіп бар. Өйткені декларацияны дұрыс толтырғандардың тауары жасыл дәліз арқылы еш кедергісіз өтіп жатыр. Мемлекет алдында таза кәсіпкердің өсіп өркендеуіне бар жағдай жасалып жатқанын мойындау керек. Жақында біздің ел арқылы контрабанда тасымалдаған трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне сот үкімі шығады. Айыпталушылардың қатарында көрші елдің белді азаматтары да бар. Прокурорлар қамаудағылардың бәріне ұзақ мерзімді жаза сұрады. Осылайша көлеңкелі кәсіптен тапқан қаржы бақ емес, сор болып отыр.